Армысыздар қазақ елі. Менің YouTube арнама қош келдіңіздер. Бұл YouTube арнада біз Қазақстандағы инвестиция бойынша айтатын арна болып табылады. Қазақстандық акциялар, облигациялар және шетелдік ETF-тер барлығын түсіндіретін қарапайым арна болып табылады. Менің есімім Тұрар. Бұл видеода біз деген аптаның соңғы Қазақстандағы қор нарығы туралы соңғы жаңалықтарды айтатын боламын. Қандай акциялар, қай кезде дивиденд төлейді, Қазақтелекомның жаңалықтары, Халық банктің дивидендтері және BI Group компаниясы жаңадан облигациялар шығарды. Соны талқылайтын боламыз. Және де алдыда бізде қандай компаниялар бізге дивиденд төлейді, соның барлығын айтатын боламын. Енді бастамас бұрын сіздерге тіркелмеген болсаңыз тіркеліп қойыңыз. Және де мен бүткіл жаңалықтарды өзім телеграм каналымда күнде жазып отырам. Сол жерге де тіркеліп қойсаңыз болады. Бүткіл жаңалықтардың уақытында біліп отыратын боласыз. Енді бастамас бұрын жауапкершіліктен бас тарту, то есть мен бұнда берілген ақпараттардың барлығы инвестициялық кеңес емес. Бұл тек мағлұмат ретінде берілетін информация. Сондықтан бұл жеке кеңес екен деп ойлап қалмаңыз. Акцияны сатып алмас бұрын сіз өзіңіз жеке зерттеуіңіз керек. Өзіңіздің уақытыңызға, қаржыңызға барлығына қарап шешім қабылдауыңыз керек. Ал ендеше кеттік. Бізде ең бірінші аптаның ең үлкен жаңалығы ол әрине Қазақтелеком акциясы. Неге? Өйткені Қазақтелеком былтыр өзінің Алтел және Теле2 операторлар бәрін білетін шығарсыздар. Сол операторын сатыпты. Сол енді сатқан ақшаны өзінің инвесторларынан акционерлермен бірге бөлісеміз деп 26.664 теңге әрбір акцияға дивиденд төлейміз деп шешім қабылдады. Сол дивиденд үшін акциясы осы былтырдан бері почти 60.000 теңгеге дейін көтерілді. Сол дивидендті алу үшін. Бірақ 22-сінен кейін акцияның бағасы күрт төмендеп 34.279 теңге жұма күні жабылды. Неге, неліктен ондай жағдай болды, түсіндіріп өтейін. Жаңа айттым ғой, әрбір акционерге 26.664 теңге дивиденд төлейміз деп шешім қабылдады. Қазақтелекомда екі акция бар. Біреуі жай акциялар, КЗТК деп аталады. Екінші КЗТК ең сонда P деген жалғауы бар, привилегияланған акциялар. То есть, үлкен айырмашылығы неде? Егер сізде жай акциялар болса, ол акциялар Т+2 режиммен саудаланады. Сіз 22 мамырға дейін ол акцияны ұстадыңыз, 22 мамырда сатып жіберсеңіз, сіз акционерлер тізіміне енесіз. Акционерлер тізімі бізде 25 мамыр күні болады. Орысша айтқанда дивидендный отсечка акционеров деп айтылады да. То есть сізде жай акция болды. 22 мамыр сіз ол акцияны сатып жіберсеңіз, онда да сіз дивиденд алатын боласыз. Ал егер привилегированный акция болса, П жалғауымен, ол Т+0 режиммен саудаланады. Сіз 22 мамырда оны сатып жіберсеңіз, тоже білмей қалып, онда сіз тізімге енбейсіз, дивиденд алмай қаласыз. Ол сіз наоборот 22 мамыр немесе 23 мамыр именно осы П жалғауымен акцияны сатып алған болсаңыз, онда сіз дивиденд алатын боласыз. Өйткені акционерлердің тізімі 25 мамыр ғана енеді. Мен бұл ақпараттардың барлығын күнде телеграм арнаны жазып отқан болатынмын, барлығын толықтай түсіндіріп, бұл ақпараттарды өзімнің телеграм каналымнан алдым тоже. Енді қайтып түсіндіріп өтсем, егер сізде привилегияланған акциялар болса, тізімге ену үшін оларды 25 мамырда қоса алғанға дейін ұстау қажет. Привилегияланған акция. Сатуға болатын күн ол 26 мамыр. Онда сіз тізімге енесіз, жаңағы дивиденд аласыз. Ал егер сізде жай акция болса, онда оны 22 мамырда сатып жіберсеңіз, онда да тізімге енесіз.
Ал бірақ егер сіз наоборот 22 мамыр сатпадыңыз, сатып алдыңыз, онда тізімге енбей қаласыз. Өйткені жай акциялар Т+2 режиммен саудаланады. Максимально түсінікті қылып айттым деп ойлаймын. Егер сұрақтарыңыз болса, комментарий жазып кетіңіздер. Әрбір сұраққа обязательно жауап беретін боламын. Міне, жаңағы жай акциялардың графигі бойынша құлдырауға ұшырады. Привилегированный акции, наоборот, құнын жоғалтқан жоқ. Неге? Өйткені бұл акциялар бойынша тізімге ену үшін 25 мамырға дейін бұл акцияларды ұстау қажет. Сондықтан бізде жұма күні 23 жабылды. Понедельник күні бұл акциялар дәл солай төмендеуі мүмкін. 32 мың, 36 мыңға дейін құлауы мүмкін. Өйткені акционер тізімі шығып болады. Осы кезге дейін акцияларды ұстаған адамдар көбісі сатып бастайды. Сол үшін акция құлап бастайды. Өйткені сатушылар көп, сатып алатын адам бұл суммаға жоқ болып табылады да, сондықтан акция 20 мыңнан 32 мыңға дейін құлауы мүмкін. Дивидендтің құны 26.664 теңге бір акцияға. Сіз ойлаңыз, кезінде бір жыл бұрын егер 30 мың теңге сатып алдыңыз, бір жылдан кейін почти сол көлемде просто дивиденд ретінде сіз табыс табасыз. Еще сіздің акцияңыз өзіңізде қалады. То есть бұл Қазақстан қор нарығындағы ең үлкен рекорд деп айтса, ең үлкен рекорд шығар. Өйткені бұдан үлкен сумма дивиденд мен әлі көрген жоқпын. Сол үшін осындай ажиотаж болды Қазақтелеком акцияларында. Енді сұрақ туындауы мүмкін, акцияларды сосын сатып алуға бола ма екен ұзақ мерзімде деп. Алдыда дәл осындай дивиденд төлейді деп күтпей ақ қойыңыздар. Өйткені бұл бір-ақ рет болған жағдай. Бірақ дивиденд төлеу мүмкін, бірақ ол уже келесі жылдары 2-3 мың теңгенің көлемінде ғана болуы мүмкін. Қазақтелеком акциялары бойынша барлығы түсінікті деп ойлаймын. Енді келесі бізде Халық банк акциясы. Халық банк акциясы да дивиденд төлеп бастады өткен аптада. Кімде Freedom Broker, Халық Инвест, Жусан Инвест дивиденд түскен болса, комментарийға жазып кетіңіздер. Маған да Халық Инвестке, мен қазақстандық акцияларды Халық Инвест арқылы сатып аламын. Маған да дивиденд түсті. Бұл акциялар жұма күні 310 теңге дейін көтеріліп, қайттан 302 теңгемен жабылды. Халық банк бір акцияға 29 теңге дивиденд төлеміз деп шешім қабылдады. Телеграмда барлығы уже дивидендтерін алғандары туралы жазып жатыр. Мен де дивиденд алдым. Міне қарасаңыз, 22 мамырдан бастап дивиденд төленіп бастады. Егер кімге түспей қалды, әлі де күтіңіздер, түсу керек. Өйткені дивиденд 90 күннің ішінде түседі. Еске саламыз, дивидендтерді алатын адамдар тек 5 мамырға дейін. Егер сізде Халық банктың акциясы болса, онда сізге дивиденд түседі. Ал егер 5 мамырдан кейін сатып алсаңыз, онда осы жол дивиденд түспейді, бірақ келесі жолдары дивиденд түсетін болады. Маған да түсті, міне скриншот. 2023 жылы менде 2 штук акция болды Халықтың, ол кезде 50 теңге дивиденд алғанмын. Одан кейін 76 мың теңге дивиденд. Енді осы жолы маған 183.204 теңге дивиденд түсті. Былай қарасаң, 183 мың біреудің зарплатасы болуы мүмкін, бір айлығы. Бұл просто инвестиция. То есть мен бұл ақшаны алу үшін ондай жұмыс жасаған жоқпын. Кезінде просто инвестиция жасадым. Соның арқасында маған Халық банк акционер ретінде 183.204 теңге дивиденд түсірді. Мен бұл дивидендті әрі қарай әрине акциялар сатып алам басқаша. Сондықтан егер ұзақ мерзімге инвестициялаймын деп шешсеңіз, бұл да бір үлкен мотивация болуы мүмкін. Біздің әр қазақтың арманы шығар, жұмыс істемей ақша тауып отыру. Сондықтан инвестиция бұл арманға жеткізетін бірде-бір жол деп айтса да болады. Сізге қанша дивиденд түсті, комментарий жазып кетіңіздер, обязательно қызық, барлығы оқып
бірге талқылайық. Келесі акция бізде Каспий KZ. Каспийдің акциясы соңғы уақыттары құлап жатыр. Неге? Өйткені Каспий осы жылы дивиденд төлемейміз деп шешім қабылдады. Өткен жылы жылына 4 рет дивиденд төлеген, квартал сайын 750 теңге бір акцияға, квартал сайын. Бірақ осы жылы дивиденд төлемейміз деді. Оның бір неге төлемейтін себебі бар. Өйткені Каспий Түркия нарығына шықты. Түркия нарығынан Marketplace сатып алды, Hepsiburada және Robobank деген банк сатып алды. Ол үлкен сумманы қажет етеді. Оның дамуына ақша керек. Сол Каспий өзін тапқан пайдаларын сол жаққа әрі қарай дамытып, әрі қарай өсуге қаржатын алып қалды. Егер ол дивиденд төлейтін болса, онда оған қаржат жетпей қалатын еді. Сондықтан бұл да бір ұзақ мерзімге алсақ, Каспий тоже жақсы қағаз деп ойлаймын. Өйткені болашақта тек қана Қазақстаннан ғана пайда таппайды, бұл уже еще Түркия нарығынан да пайда табатын болады. Және де қазір Түркияда гиперинфляция болып жатыр. Соның әсерінен тоже акциялар құлдырап жатыр. Кезінде акциялары көріп отырсаңыз 67.500-ге дейін барған. Қазір 44.150 теңге. Сізде Каспийдің акциясы бар ма? Қаншаға алдыңыз? Жазып кетіңіз. Ұзақ мерзімге, в принципе, қазір алуға жақсы вариант деп ойлаймын. Может 42 мыңға дейін де түсу мүмкін. Бірақ егер болашақта уже Түркия нарығынан пайда тауып бастаса, онда акциялар бірден көтеріліп шығуы мүмкін. Және де дивидендтерді қайттан төлеп бастаса, тоже акциялар ол кезде көтерілетін болады. Келесі акция тоже Air Astana жабылғаны 357 теңгемен жабылды. Осыдан бірнеше ай бұрын 700 теңгеден төмен құлаған болатын. Air Astana'да осы жылы алғашқы рет дивиденд төлейміз деп шешім қабылдады. Шешім бір акцияға неге ондай шешім қабылдады? Бұл компаниядағы тарихындағы алғашқы жағдай. Жай дивидендтер 17 теңге бір акцияға, және арнайы дивиденд, спец дивиденд 36 теңге. Общий дивиденд құны 53 теңге бір акцияға алатын боламыз. Бұл 7,2% табыстылық. То есть сізде егер Air Astana'ның акциясы болса, сіз әр акцияға 53 теңге инвестиция алатын боласыз. Жалпы дивидендке 19 миллиард сумма жіберетін болады. Енді бұл жерде акционерлік тізімін тіркеу күні 2025 жыл 24 маусым. То есть сіз 24 маусымға дейін акциясын ұстасаңыз, онда дивиденд аласыз. Ал оған дейін ұстамасаңыз, онда дивиденд алмайсыз. Әзірде қазір ертең келесі аптадағы акцияларын сатып алсаңыз, сіз дивиденд алып үлгересіз уже осы жылы. Бірақ T+2 режиммен бізде саудаланады ғой, KS AX акциялары, қор нарығындағы акциялар. То есть 24 маусымға дейін біз 20 маусымға дейін дивиденд алу үшін акцияларын сатып алу керек. Төлемдер 25 маусымнан басталады. Сондықтан енді акцияны сатып алу, немесе сатып алмау өзіңіз шешім қабылдаңыз. Мен сізге просто информация. 20 маусымға дейін акциясын сатып алсаңыз, дивиденд осы жылы уже аласыз. Келесі акция бізде ол Kigok. Kigokты бәріміз білеміз, то есть Қазақстандағы монополист компания десе де болады. Электр жүйесін қамтамасыз ететін үлкен бір гигант компания. Акциялары 1500 кезінде пикте 1530-ға дейін барған, қазір 1493 теңге көлемінде саудаланады. Kigok компаниясы жылына 2 рет дивиденд төлейді. Және жақында тоже жариялады, осы жақын арада тоже дивиденд төлеп бастайды. 2024 жылдың 2 жартыжылдығы үшін дивидендтер, то есть бір акцияға 81 теңге дивиденд төлейді. То есть бұл компания жылына 2 рет төлейді. Көктемде
және күзде. То есть постоянно осы дивиденд көлемі примерно осы 80 теңгенің көлемінде. Акционерлердің тізімін тіркеу күні 28 мамыр. Бұл акцияны уже біз дүйсенбі күні 25 болады ғой, сатып алсаңыз өкінішке орай үлгермейсіз. Неге? Өйткені 25 мамыр тек сатып аласыз, 26-27-сі 2 күн өтіп кетеді. Акционерлер тізімі 27-сінен 28-іне қараған түні сағат түнгі 12-де уже акционерлердің тізімін қарайды. Ол кезде сіз уже үлгермейсіз, өйткені сізде акция тек акцияның иегері ретінде 28 мамыр болу керексіз. Бірақ осыған дейін егер сізде портфеліңізде күйгок акциялар болған болса, осы күнге дейін, онда сіз дивиденд аласыз. Самое главное, тек сатып жібермеу керек. 28 мамыр акционер тізімін тіркейді, және төлем дивидендтер 4 маусымнан бастап жүргізіледі. 4 маусымнан бастап сіз дивиденд аласыз. Келесі акция бізде Казатомпром. Казатомпром тоже үлкен бір гигант компания. Бұл тек Қазақстанда ғана емес, бүткіл әлем бойынша гигант, өйткені бұл компания уран өндірумен айналысады. Қазіргі құны 18.980 теңге, кезінде пигінде 21.000 теңгеге дейін барған. Қазір 18.980 теңге. Бұл компанияда жылына 1 рет дивиденд төлейді, постоянно төлеп келе жатыр. Жақын арада тоже төлейтін болады. 27 мамыр акционерлердің жалпы жиналысы болады, ГОКа өтеді. Сол жерде 2024 жылға арналған дивидендтер бекітілетін болады. Қазіргі ұсынылып отқан дивиденд мөлшері бір акцияға 1264 теңге, және 12 тиын бір акцияға. Егер сіз қазір сатып алсаңыз, ГОКа кезінде қай кезде акционерлер тізімін сол жерде айтатын болады. Осыған дейін егер акциясы болса, онда сіз дивиденд алатын боласыз. 1264 теңге тоже жақсы вариант. Қазір бізде Қазақстанда бүткіл компаниялар уже дивиденд төлеп бастап жатыр. Инвесторлар үшін өте бір керемет маусым, осы дивидендтер маусымы. Келесі бізде компания Kcell. Kcell бәріміз білеміз, бұл телефон операторы. Бұл компания дивиденд төлемейді, осыған дейін төлеген жоқ. 27 мамыр тоже акционерлер жиналысы болады. Может, 27 мамыр алғаш рет дивиденд төлеп бастауы да мүмкін. Бірақ оның шансы дейді ғой, 100%-дан бір 20% ғана шығар. Бұл компания өткен неге қазір бүткіл табысын әрі қарай бизнесіне одан әрі қарай өсу үшін дамытып жатыр. 5G вышка салады, оператор реклама тағы бір нәрсе. То есть бизнесін дамыту үшін олар дивиденд төлемейді, наоборот, әрі қарай акцияны өсіру үшін бизнесін дамытып үлкеюде, ұлғаюда. Қазіргі бағасы жұма күні 3325 теңге, то есть кезінде 3480 теңгеге дейін барған екен. Келесі акция бізде Қазтрансойл. Қазтрансойлда дивиденд төлейміз деп жаңалық айтты. Соның арқасында қазір акция 880-ге дейін көтерілді максималына. Оған дейін бір 830-820 теңге көлемінде саудаланып келген, қазір 880 теңге. Бұл да постоянно дивиденд төлейді, жылына 1 рет. Акционерлер жиналысы 22 мамыр өтті. Сол жерде бекітілді. Дивиденд мөлшері бір акцияға 86 теңге, ал бізде қазір 880 теңге бір акция. То есть 10% көлемінде бір акцияға дивидендтің құны. То есть өте жақсы результат тоже. 2024 жылы 41 миллиард таза пайданың 79%-ын дивидендке жұмсап отыр. Тізімді тіркеу күні 3 маусым болады. То есть сіз қазір сатып алсаңыз әлі де үлгересіз дивиденд алу үшін. Және
кәсіби Т плюс режимін ескерту қажет. Сол үшін 30 мамырға дейін сатып алып үлгеру керек акцияларды. Одан кейін сатып алсаңыз, онда дивидендке ілікпейсіз. Төлемнің бастауы 12 маусым басталады төлем. Дивиденд табық және 10%. Тағы да қайталап өтем, сұрақтарыңыз болса, комментарий жазып кетіңіздер, міндетті түрде жауап беретін боламын. Және келесі акция бізде Қазмұнайгаз. Қазмұнайгазда жылына 1 рет дивиденд төлейді. Қазіргі бағасы 14.815 теңгеге жұма күні жабылды. Кезінде 16.000 теңгеге дейін акциясы өскен. Бұл да дивиденд төлейміз деп шешім қабылдады. Қорытындысы бойынша 29 мамыр акционерлер жиналысы болады. Сол жерде айтатын болады дивиденд мөлшерін. Точно болжам бойынша қазіргі төлейміз деген дивидендтің құны 491 теңге бір акцияға. 491 теңге. Акцияның құнына қарасақ, бір примерно 6-7% жылдық табыс. Бірақ 29 мамыр әлде точно информация пайда болады. Мен міндетті түрде телеграм арнамда жазатын боламын. Және келесі аптада видеомда айтатын боламын. Осы аптада және Қазмұнайгаздың отчеты шықты. Жылдан жылға қарағанда пайдасы минус 35%-ға төмендеген. Неге? Өйткені қазір біріншіден мұнайдың құны құлдырап жатыр. Және де компания әрі қарай трубопровод өзінің өндірісіне көптеген ақшалар жұмсап жатыр. Сол үшін акция таза пайдасы қазір минусқа ұшырады. Бірақ 29 мамырды күтеміз. Дивиденд әбден төлеп қалуы мүмкін. Жаңа айтып өткенде болжам бойынша 491 теңге бір акцияға. Келесі акция бізде Центр кредит. Банк Центр кредит акционерлерге жай акциясы дивиденд төлемейді. Тек привилегированный акциялар ғана төлейтін болады. Бірақ Центр кредит ондай көп мөлшерде дивиденд төлемейді. Неге? Өйткені олар пайдасы таза табысын әрі қарай бизнесті дамыту үшін жұмсайды. Бұл қасындағы бірде-бір акция, то есть өсімі айдан ай сайын өсіп жатыр. Көрген шығарсыз, көріп отырсаңыз, мына күзде ғана акциялар 2000 теңге болған, қазір уже жарты жылда акциясы 3000 теңге 50%-ға өсіп тұр. Жарты жылда. Бұл да бір өте жақсы керемет нәтиже деп ойлаймын. Дивиденд төлемейді, тек әрі қарай бизнесін дамыту үшін жасап, осы ақшаларын сонда жұмсайды. Келесі банк бізде Форте банк. Форте банкта дивиденд төлейміз деп шешім қабылдады. Акциялары дивидендке дейін 8 теңгеге дейін өсті. Одан кейін құлдырап 7-ден төмен почти 6.55-ге дейін құлатты. Қазір жұма күні 7.20 тиынға жабылды. Форте банк 29 сәуірде оларда акционерлер жиналысы өтті. Сол жиналыста 2024 жылғы анаған дивидендтер бойынша жиналыс қорытындысы бір акцияға 1 теңге 1 тиын бір акцияға дивиденд төлейміз деді. То есть акцияның бір штук құны 7 теңге. Оған әр акцияға 1 теңге дивиденд төлейді. Ол жылдық мөлшермен санасақ шамамен 15%. Почти депозит сияқты. Өте бір жақсы нәтиже тоже. Акцияның тізімін тіркеу күні 2025 жылы 30 сәуірге дейін егер сізде акциясы болса, Форте банктың, онда сіз дивиденд аласыз. Ал бұл датаға дейін акциясы болған жоқ. Қазір сатып алсаңыз, онда уже дивиденд осы жылға алмайсыз. Төлемдер 2 мамыр күні басталды, бірақ көптеген акционерлерге әлі түскен жоқ. Бірақ мана айтып өткендей 90 күннің ішінде міндетті түрде түсетін болады. Акциялар бойынша осы. Түсінбей қалған жерлеріңіз болса, комментарий жазыңыздар. Максималды түсіндірдім деп ойлаймын. Бізде доллар курс, доллар теңге аптада 510 теңге, 1 долларға 510 теңгемен жабылды. Қазір бізде доллардың курсы 510-515-тің көлемінде саудаланып жүр.
сатып алу, сатып алмау енді өзіңіз шешіміңіз. Және де алтын. Бұл алтынның графигі. Қазір бәріңіз білесіздер, ақш қор нарығында волатильді сауда болып жатыр. Көп инвесторлар акциялардан шығып алтын сатып алып жағдайда. Сондықтан қазір алтын максималды өзінің пигінде тұр. Бір унцияға $3365. Мынау жерде бір жылда, бұл бір жылда емес, бір аптада 2%-ға мөлшері өскен алтынның. Алтынды қалай сатып аламыз, қалай инвестициялаймыз деген қызықтырса, комментарийға обязательно жазып кетіңіздер. Мен онда осы алтынға инвестициялау туралы толық бір видео түсіретін боламын. Егер қызық болса, әрине, қызық болмаса көре жатамыз. Және мана видеоның басында айтып өткендей, BI Group'тың облигациясы шықты. Неге бұл облигация маған қызық болып көрінді? Өйткені BI Group бәріміз білеміз, бұл Қазақстандағы ең ірі, ең үлкен строительный компания, құрылыстық компания. Бәріміз білеміз қандай үйлер әдемі салады да. Бұл жаңа облигациясы тикерге, то есть Freedom Broker немесе Жусан Брокер БЦК-ға BIG DB5 деп жасаңыз, бұл облигация шығады. Облигация 21 миллиард теңге өзіне қаражат жинауға, бір облигацияның құны 1000 теңгеге сатып аласыз. Жылдық табысы 19,5%. То есть бізде депозит максималды 18%, ал жай депозит 15% болса, бұл облигация 19,5%. Жылына төлемді 2 рет жасайды. Уақыты 2 жыл. То есть сіз жыл сайын 1000 теңгенің үстіне 190 теңге табыс көресіз. 2 жыл 190, және 2 жылдан кейін өзің салған 1000 теңгеңізді қайтарып аласыз. Және бұл облигация, жеке компанияның облигация, риск әр қашанда бар. Бірақ бұл микрофинансовый организациялар қарағанда рискісі төмендеу. Міне аяқта кредиттік рейтинг, Fitch Ratings деген компания бар. Сода BB деген болжам, то есть бұл тұрақты компания, тұрақты деген болжам жасайды. BI облигация бұл банк депозитке қарағанда пайдасы молырақ болып табылады. Егер бірге қызықтырса, осы облигацияға мән беруіңізге болады. Осымен бітті бүгінгі видеомыз. Егер видео қызық болса, пайдасы тисе, міндетті түрде комментарийға жазып кетіңіздер. Тіркеліп қойыңыздар, бұл маған үлкен бір мотивация береді. Қазақстандықтарға максималды түрде қалай инвестиция жасайтынын енді қарапайым тілмен максималды түрде түсіндірудемін. Егер достарыңыз осы саламен қызықтырса, тоже достарыңызға жіберіп қойыңыздар. Және де бүткіл жаңалықтардың курста болып отыр үшін төменде описаниеде телеграмға сілтемемді қалдырып кетем. Сол сілтемемен өтіп телеграмға тіркеліп қойыңызға болады. Күндегісін күнде жаңалықтарды сонда жазып отыратын боламын. Ендеше бүгінгі осы. Келесі кездескенше сау, саламатта болыңыздар. Рахмет барлықтарыңызға.